Қайырлы күн, қымбатты көрермендерім. Бүгін міне мен дәл осындай баланың смешінен жасалған жұмсақ адамға сондай тәбет ашатындай мынандай құймақ пісіретін боламын. Мына сәбидің тамағы нан деген өткенде бір рет пісіріп көрдім, өзім тәжірибе үшін. Ол үшін бірінші міне баланың смешін салып аламыз. Мен көбінесе өзімнің идеяларыммен істеуге тырысамын, өзім солай жақсы көремін. Мынау кішкентай немерем мына нанды ішпей қойған екен, сосын қызым маған айтты, мама мынаны бірдеңе істейсіздер ма, не қыласыздар дейді, көрейінші деп. Өткенде осылай құймақ пісірсем, өте жұмсақ, өте ерекше дәмді болып шықты. Сондықтан мен сіздерге бекер сырап болғанша деп осылай істеп едім. Соны сіздерге осындай сырапшылық жасамас үшін біріншіден сіздерге осыны жасап көрсетейін деп жатырмын. Енді жұмыртқасын шағайын. Бір қалыпқа түскенше араластырып, үртік болып қалмас үшін араластырамыз ғой. Міне қоюлығы осындай, өте қою емес, өте сұйық емес, міне құйылып тұратындай болса өте жақсы шығады осындай ағып. Тапамыз қызды, енді біріншісін ғана майлаймыз. Бисмилля деп құймағымызды бастайық. Енді көрейік, жан-жағы қатайыпты, міне аударуға болатын сияқты. Бісміллә. О. Енді бір 3 минуттай піседі ғой. 1,5 минут, немесе кейде 2 минутта пісіп кетеді. Міне. Қымбатты көрермендерім, бүгін міне менің кішкентай балақайлардың нан деген смешінен жасалған құймағым дайын болды. Оны қаймақпен жейсіздер ма, немен жейсіздер, өздеріңіз осылай. Өте жұмсақ, тамаша болды. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеле кеттіңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар.